Алаяқтарға алданбау үшін бізден сіздерге тегін кеңес. Құрметті оқырмандар, көбіне алаяқтар әрекеттер адамдардың күмәнді топтарға қосылуынан болады. Әсіресе WhatsApp әлеуметтік желісінде күмәнді топтарға кірген адамдар ыдыс-аяқ болсын, басқа да телефон, арзан дүние, арзан тауар дегенге алданып, осы группалардың кесірінен ақшалардан айырылып жатады. Бұнда да сіздерге тегін кеңес береміз. Ол үшін телефоныңызды аласыз, WhatsApp қосымшасына кіресіз. Қазір мына жерде сіздерге шығарып қоямыз. WhatsApp қосымшасына кіріп, конфиденциальность деген батырманы басасыздар. Конфиденциальностьтан кейін группы деген жері бар. Группы деген кезде мына жерде сізді группаға кім қоса алады, соларды ғана көрсетесіз. Яғни сіз танымайтын адам, сіздің нөміріңіз бар, бірақ та сізде сақталмаған адам сізді группаға қосылмайды. Ал егер сізде бұл функция ашық тұратын болса, барлық адам сізді кез келген топқа, күмәнді топтарға кірістіріп жүруі мүмкін. Тіпті сол топта отырып, сіз қылмыскердің сыбайласы атанып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да сақ болыңыздар. WhatsApp қосымшаларыңызға осындай конфиденциальность бөліміне кіріп, тек қана өзіңіздің контактілеріңіз болмаса, ешкім сізді топқа сіздің рұқсатыңызсыз қоса алмайтын қылып осындай функция енгізіп қойыңыз. Бұл өте құнды кеңес, себебі білесіздер, қаншама осы айстың мәселесі болсын, басқа да бану деп жатамыз. Көп адамдардың мәселесінде осы топтардың кінәсінен шығып отыр. Себебі топты ашқан адамда, оны топты ары қарай айтқанда қыздырып, сол арқылы адамдарды қылмыстық әрекетке тартқан адамдарда жазасыз қалмайды. Сондықтан да сақ болыңыздар, осы кеңесті өзіңізге қолданыңыз және жақыныңызға жіберіңіз.